Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Алия. Бүгін сізге осындай қаттама нанның жасалу рецептімен бөлісемін. Менімен бірге жасап көріңіздер. Қараңыздар, қалай қытырлап, күшті болып піскен нан. Толық рецепті видеоның аяғына дейін қарап көріп алыңыздар. Ең алдымен бізге ұнымызға тұзымызды салып, жылы сумен жұмсақ қылып қамырымызды илейміз. Қыздар, осы кезде мен арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Мен сіздерге көптеген қызықты тексерілген рецептермен бөлісемін. Міне, видеода көргендеріңіздей осындай жұмсақ етіп қамырымызды илеп аламыз. Одан соң екі бас жуамызды ұсақтап төртбұрышты қылып турап аламыз. Осы туралған жуамызды сковородкаға астап майымызды құйып қуырамыз. Жуамызға тұзымызды, қара бұрышымызды саламыз татымына қарай. Ендігі кезекте осындай малдың үш майын турадым. Үлкендеу бөлшектерге бөліп, барлығын турап алдым. Осыны табамызға, қызып тұрған табамызға салып қуырамыз. Шамамен 10-15 минуттай қуырамыз. Майымыз әбден қуырылып, өзінен майы бөлініп шығады. Осы майдан осылай шұжық дейді осыны. Осы шұжықтарымызды бөліп алып, үстіне сары майымызды саламыз. Сары майды салғанда табамыздың бетін жабамыз. Ендігі кезекте қамырымызды теңдей екі бөлікке бөліп, осылайынан екі күлше жасаймыз. Әр күлшемізді ұнмен жұқа етіп шайып аламыз. Үлкен бір күлше қамыр шаямыз. Екеуінен барлығы екі күлше қамыр шаямыз, қыздар. Қыздар, видео сіздерге ұнап жатса, мен арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Міне осындай жұқа етіп қамырымызды жайып аламыз. Ендігі кезекте жаңағы майымызды осы қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Қолдарыңызбен жақсаңыздар да, осылай щеткамен жақсаңыздар да болады. Жаңа қуырып алған жуамызды қамырымыздың аяқ жағына қарай саламыз. Барлық жағына сеппейміз, тек аяқ жағына ғана саламыз. Осы бірінші қамырдың үстіне екінші жайған қамырымызды жаямыз. Онта бетіне майымызды жағып, қалған жуамен шұжықтарымызды сеуіп шығып, қамырды осылайынан ораймыз. Видеода көргендеріңіздей тартып ораймыз қамырды, домалақтап. Қыздар, барлығы видеода анық көрсетілген. Осы қамырды теңдей етіп ортасынан бөліп, осылайынан ораймыз. Екі қамырды орап алған соң, үстінен басып, оқтаумен жаямыз. Осындай жаямыз, қыздар, өте де қылмаймыз. Шамалы тандыр нанның көлемінде етіп жайып аламыз. Екеуін де осылайынан жайып, пешіміздің табасына саламыз. Осының бетіне жұмыртқамызды жағып, өз қалауларымызша мак или күнжіт болса себеміз. Қызып тұрған пешке салып, пісіріп аламыз. Міне, қыздар, менде ыстықтай пісіп шықты. Өте дәмді болып шықты. Егер сіздерде малдың үш майы болмаса, тек сары маймен ғана жасасаңыздар да болады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз.